Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз күйшілік өнердегі ортеке ойынына арналады. Ертеректе театр, кино, теледидар, компьютер, ғаламтор болмаған. Сондықтан балаларға қызықты болу үшін күйшілер ағаштан жануарлардың мүсінін жасаған. Оны саусаққа байлап, домбыраның қағысына қарай қимылға келтірген. Bir қарағанда орындалып жатқан күйге теке мүсіндері билеп жүргендей көрінеді. Асқан шебер орындаушылар бірнеше ортекеге дейін билете алады. Ортекені қозғалту мен билету, оны сахнада көрсету алғашқы қуыршақ театрының бастауы деуге болады. Және ол дәстүрлі өнер түрі. Белгілі күйші композитор Тәттімбет аталарың ортекеге арнайы күй шығарып, оны секіртпе деп атаған. Тәттімбет Қазанғапұлы, Арқа өңірінің атақты күйшісі, композитор. Ол Қарағанды облысында дүниеге келген. Оның Саржайлау, Сылқылдақ, Көкейкесті күйлері халыққа кең танымал. Балалар, бүгінгі музыкалық саяхатта бізді бірнеше қызықты тапсырмалар күтіп тұр. Бейне жазбалардағы күйшілер орындаған ортеке күйіне назар аудар. Билеп жатқан ортекенің сахналық тұғыры, билейтін орны қандай? Ортекенің қимыл қозғалыстарын қалай жылдамдатуға болады? Ырғақты өзгерту арқылы, немесе темп арқылы? Шертер аспабының пішіні, ішегі, беті, құлағы домбыра аспабына ұқсай ма? Шертер мен домбыра аспабының орындауындағы күйдің айырмашылығы неде деп ойлайсың? Әуенінде, ырғағында, дыбыстық бояуында, тембірінде. Дыбысы жіңішкелеу, ашық, жабықтау, қоңыр. Тембр музыкалық аспап дыбысының немесе әнші даусының дыбыстық бояуы. Қазір жаңа әннің мәтінімен танысып, әуенін тыңдап, айтып үйрену сәті.
аты шыққан биемен, мен боламын ортеке, ойқастаған ортеке, қой бастаған ертеке. Мен бір билеп берейін, тұяқтарым сыртылдап, мен бір билеп берейін, буындарым былқылдап. Қоңыр тоқты көк тұсақ, сен де биле мен құсап, қарап тұрмай бекерге, серік болып текеге. Қобыз мойын түйелер, шудаларың желкілдеп, өркештерің селкілдеп, тайраңдап бір билеңдер. Аты шыққан биемен, мен боламын ортеке, ойқастаған ортеке, қой бастаған ертеке. Мен бір билеп берейін, тұяқтарым сыртылдап, мен бір билеп берейін, буындарым балқалада. Қоңыр тоқты көк тұсақ, сен де биле мен қосақ, қарап тұрмай бекерге, серік болып текеге. Қобыз мойыны түйелер, шудаларың желкілдеп, өркештерің селкілдеп, тайраңдап бір билеңдер, тайраңдап бір билеңдер. Әннің мәтініне зейін сал, әуенімен сөзін жаттап ал. Әннің бірінші шумағындағы тұяқтарым сыртылдап, буындарым былқылдап өлең жолдарын қимылмен, аяқпен, қол буындарымен, иықпен көрсет. Әннің екінші шумағындағы үй жануарларының қимыл қозғалысын би арқылы көрсет. Тез табамын. Суырып салма тапқырлық ойын, ойынның шарты. Ортеке әніндегі қоңыр тоқты көк тұсақ деген өлең жолының ән ырғағын бұзбай сақтап, келесі беттегі түстермен жануарлардың суретін қолданып орында. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.